Сәлем, қалдарыңыз қалай? Жалпы балаңыз өссін, дамысын дейтін болсаңыз, балаңыздың дамығанын қаласаңыз, болашағына балта шапқыңыз келмейтін болса, мына дүниелерді балаңызға ешқашан айтпаңыз. Мына үй сендер үшін, мына бизнес сендер үшін, мына жұмысты сендер үшін істеп жүрмін, мына дүниені сендер үшін жинап жүрмін деп ешқашан айтуға болмайды екен. Себебі сіздің балаңыздың дамуын тоқтатуы мүмкін. Бала саналы түрде немесе бейсаналы түрде, менің болашағымдағы дүниелер, менің болашағыма деген қажетті дүниенің барлығы дайын деп, өзі ұмтылудан, өзі өрлеуден автоматом тыйылуы мүмкін. Өз қолыңызбен өз балаңыздың болашағына ешқашан балта шаппаңыз. Сіз білмейсіз ғой, расымен сіз балаңызға деп жүрген дүние бұйыра ма, бұйырмай ма. Сондықтан ешқашан олай айтуға болмайды екен. Тағы бір қайталап айтам, мына бизнесім сен үшін, мына жасап жатқан жұмыс шаруам сен үшін, мына байлығым сендер үшін, жиналған мал мүлкім, жалпы кез келген дүние барлығы сендер үшін деп айтуға болмайды екен.